Сәлем достар, бүгін творожный пирог, яғни сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Өте нәзік, сондай дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендеше бастайық. Ұнды және жаңа шығарылған тоңазытқыштан жаңа шығарылған сармайымызбен бірге екеуін бір масса қылып ұнтақтауымыз, яғни крошка қылуымыз қажет. Сармайды өзіңіз қалағаныңызша бөліктеп кесіп алуға болады. Осылай ұнға сармайды ауната отыра ұнтақтаймыз. Екі масса бірігуі қажет. Бір келкі болғанша ұнтақтап осылай екі массаны қосып аламыз. Қосып алғаннан кейін жұмыртқаны, қантты және де соданы салып, жақсылап илейтін боламыз. Жұмсақ песочное тесто шығады. Міне қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды сразу 26 сантиметрлік формаға салып, дносын және бортиктарын жасайтын боламыз. Осы қамырды осылай жая отырып, қолымызбен, саусақтарымызбен жая отырып, осылай видеода көрсетілгендей жасап шығамыз. Қамырымызды барлық формаға дносын және бортиктарын жасағаннан кейін оны тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Енді ішіне начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін творогқа жұмыртқаны салып, қантты салып және де қалауыңыз бойынша ванильный сахар салуға болады. Осы массаларымызды біріктіріп араластырамыз. Начинкамыз дайын. Енді осы начинкамызды тоңазытқыштан форманы алып, осы қамырдың үстіне салып шығамыз. Бір келкетіп тегістеп шығамыз. Формамызды духовкаға, қызып тұрған духовкаға 180 градус 25-30 минут пісіріп аламыз. Тестосы қызарғанша дейін пісіріп алатын боламыз. Беті осылай сарғыш түске енуі қажет. Кескендегі көрінісі осылай болып шығады. Нәзік, сондай дәмді болып шығады. Барлығы іші піседі, қамыры да, салмасы да. Достар, каналға тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецепт бойынша. Ас болсын.